Қоршаған ортаны ғылым мен технологиялар қорғайды. Бірде-бір өнертабыс пен инновация ғылыми технологиялық дамусыз өмірге келмейді. Жасыл технологиялар туралы да сөз болуы мүмкін емес. Күн сайын дүние жүзі ғалымдары эко жағдайды жақсарту идеясын ұстанатын жаңашыл жандар үздік эко шешімдерді іздеп еңбектенеді. Гринтектің бүгінгі шығарылымы да осы жөнінде. Сіздермен бірге Әлия Махамбет. Әрбір өнертабыс, қазір қолымызда бардың бәрі әлдегімнің ғылыми еңбегінің жемісі. Жасыл технологиялар саласы да дамудың бірден-бір алғышарты ғылым мен технологияның жетістігі. Прогрестің екі бірдей қозғаушы күшінің алға жылжуы қоршаған ортаны қорғауға қажетті тиімді құралдарды қолданысқа келеді. Сіздердің пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз біз үшін, біздің министрлік үшін өте маңызды болып тұр. Оларды Қазақстанда арнайы құрылған ұйым зерттейді. Наш офис занимается исследованием. Біздің кеңсе жасыл экономиканы дамытудың сараптамалық мәселелерін зерттеумен және игерумен айналысады. Егер жасыл технологияларды пайдалану индексін анықтау керек болса, тәуелсіз сарапшылық пікірін білдіреді. Индекса зеленого роста. Насколько этот проект, когда будет реализован, будет... Ол жобаның Қазақстан экономикасының өндіріс саласы үшін тиімділігі айқындалады. Әрине, қазір бүкіл әлем экологиялық тепе-теңдікпен байланысты экономикалық өсім стратегиясын құрып жатыр. Және біздің елімізде мұндай өзгерістерден тыс қалмасы анық. Чтобы был экономический рост, именно связан с экологическим балансом. И Казахстан, наша страна, это не исключение. Қазақстанда жасыл технологияларды дамытуға басым назар аударылады. Елімізде экологиялық қауіпсіздік, қоғам мен экономиканы экологияландыру мәселелері жиі қозғалады. Мұның бәрінің шешімін тек ғылыми технологиялық дамудан табуға болады, дейді сарапшылар. Осы мақсатта құрылған арнайы орталық ғалымдардың, өндірушілердің, мемлекеттік органдар мен депутаттардың басын біріктіріп, сарапшылар пікірін және елдің экологиялық дамуына қатысты ұсыныстарды жинақтауға күш салып келеді. В 2013 году была принята концепция по переходу Казахстана. 2013 жылы Қазақстанның жасыл экономикаға өту концепциясына қол қойылды. Сондықтан бүгінде жалғасын тауып жатқан жұмыстардың бәрі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасы деуге болады. Ал қазір президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы жасыл технологияларды дамытуға баса мән береді. Зеленому развитию мы все прекрасно знаем и приняли нынешнее послание его. Ол соңғы жолдауларының бірінде еліміздің осы бағытта дамуына қажетті қолдау пакеттерін дайындауды тапсырған еді. Сондықтан, меніңше, жасыл экономика ғылыми технологиялық шешімдердің негізінде енгізілуі керек. Зеленая экономика, она должна развиваться фундаментально, обоснованно именно на научно-технологических решениях. Орталығымызда ғылыми технологиялар кеңесін құрудың мақсаты осы еді. Кеңес 6 бағыт бойынша жұмыс істейді. Орнықты ауыл шаруашылығы, берік инфрақұрылым және энергия ресурстары, қалдықтарды игеру экологиясы мен халықаралық блок. Устойчивые энергоресурсы, экология, управление отходами и международный блок. Үздік қолжетімді технологиялар ғылыми технологиялық дамудың айқын мысалы. Естеріңізге салсақ, жаңа экологиялық кодексті қабылдағаннан кейін елдегі ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар аталған технологияларды енгізуге міндеттеледі. Бұл эко жағдайды жақсартуға сеп болады, дейді экологтар. Не обязательно технологии, скажем, зарубежные. Заманауи технологиялардың шетелден келуі шарт емес. Олар адамның қолынан шығатын дүние ғой. Нашими казахстанскими учеными. Ученые Қазақстанның ғалымдары да аянып қалып жатқан жоқ. Осы саланы жетік білетіндер қашанда өз идеялары мен өнертабыстарын, жобаларын ұсыналады. Олар қоршаған ортаны ластайтын қалдықтарды азайтуға қатысты болуы да мүмкін. Сейчас очень много молодых ученых, они могут предлагать свои разработки. Қазір жастар арасында ғылымға қызығатындар көбейді. Олар өздері ойлап тапқан жаңалықтармен әрдайым бөлісе алады. Өнертабыстарын сынақтан өткізіп, нәтижесін байқаған болса,
онда тек есік ашық, қолда бар дүниемен салыстырып есеп жүргізіп дәлелдесе және қолданыс барысында оң динамика беретінін көрсе, мұнда өтіп жатқан көрмелерге қатыса алады. В области применения, тогда, конечно, могут принимать участие. 2020 жылы ғылыми технологиялық даму және ғылыми технологиялық кеңес кеңсесінің экологиялық таза жасыл технологияларды енгізу бойынша 20 жоба келіп түскен. Сарапшылар олардың экономикалық мүмкіндіктерін талдады. Жобалар мына бағыттарды қамтиды: күл қоқыс қалдықтарының және тау-кен металлургиялық кешен қалдықтарының утилизациясы, қалдықтарды пайдалану және термиялық утилизация, ауыл шаруашылығы және органикалық өнімдер, сумен қамтамасыз ету және су тарту, түтін газдарын тазалау, таза транспорт. Жасыл технологиялар қоршаған ортаға қамқорлықты негізге алатын және бүгін мен болашақтың жайлы әрі үйлесімді ортамен біте қайнасуына мүмкіндік беретін ғылыми технологиялық шешімдерден тұрады. Бүгінгі жасыл экономика адам мен қоғам құндылықтарының ұзақ мерзімді жаңа жүйесі. Қазақстанда да жасыл шешімдер мен зерттеулер ізденісін барынша қолдап, жаңа жүйені қарқынды енгізіп келеді. Зеленых решений и исследований. Зеленые технологии, они сейчас уже, в принципе, делаются везде. Жасыл технологиялар қазір қай жерде де бар. Ол соғылып жатқан үйлерде, зауыттарда және ел игілігіне салынған инфрақұрылымдық ғимараттарда да бар. Бұл ретте күн, жел энергиясы және биоотын ойға оралады. Также биотопливо. Это все сейчас происходит у нас. Бұл біртіндеп болса да өзіміздің Қазақстанда жүзеге асып жатқан үрдістер. Әр өңірдің өз басымдықтары бар. Мәселен, оңтүстік аймақтарда желдің жылдамдығы күшті. Ол әрине жел энергиясының таптырмас көзі бола алады. Сарқылмайтын энергия көзі. Күн көп түсетін жерлерде күн батареяларын қолдануға мүмкіндік бар. Бұл озық технологияларды әрі қарай да дамытуға сеп болады. В дальнейшем использовать эти технологии. Тек уақыт керек. Сарапшылар бір ауыздан Қазақстанның жасыл экономикаға нық қадам басып, ғылым мен технологияның жоғары әлеуетін байқатып келе жатқанын алға тартады. Бұл Green Tech бағдарламасы эфирде жүздескенше.